балалар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Ынталарыңыз қалай? Жарайсыздар балалар. Олай болса мына түстер арқылы топқа бөлінетін боламыз. Өздеріңіз қалаған түстерден ала қойыңыздар. Орнымызға жайғасып болсақ, балалар, сабағымызды бастаймыз. Тақырыбы туған өлкенің табиғатын сақтауды үйренеміз. Мақсаты қиянат жасамау құндылығының мәнін ашу. Балалар, үйге ақбөкен киелі жануар мәтіні берілген. Кім шығарды? Қазір балалар рөлге бөліп сахналар көрсетейік. Әлихан, келе ғой. Ансар, Зере. Зере, сен автор боласың. Ансар баласы болады, Әлихан әкесі болады. Балалар, мұқият отырып тыңдаймыз. Ертеде әкесімен баласы жер салып қамқораға бір топ ақбөкен келіп қалады. Дегеніміз осы ғой, жоқ балам, ақбөкен келе жануар, оған қиянат жасауға болмайды. Жыртқыштан орманда жыртқыштан оған тиым болады ғой. Солай болуы мүмкін. Жыртқыштан жыртқыштығын істей адамдар аяулықпен киелі жануар дейді. Ой, балалар, тамаша, жарайсыңдар балалар. Сендерге ұнады ма балалар? Отыра қойыңдар балалар. Әкесі балалар баласына түсіндірді, ақбөкенге тиісуге болмайтынын, оның киелі жануар екенін түсіндіріп, қиянат жасамау керектігін айтып түсіндірді балалар. Киелі қандай құстарды білесің? Білесіңдер? Қарлығаш, Диана, айта қойшы. аққу, бүркіт, киік. Жарайсың. Балалар, келесі біз дәйек сөзімізге тоқталамыз. Келесі біздің дәйек сөзіміз табиғат тау бесігін аялайды. Қане, бәріміз бірге қайталайық. Табиғат тау бесігін аялайды. Табиғат тау бесігін аялайды. Жарайсыздар балалар. Кім қалай түсінеді? Табиғат тау бесігін аялайды. Ақжан, айта қойшы. Біз табиғатты аялаймыз. Оған қамқор болуымыз керек. Қайран жасауға болуымыз керек. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл табиғат бізге берілген сый, әсемдік. Біз оны күтіп баптауымыз керек, аялауымыз керек. Қолымыздан келген бар жақсылықты жасауымыз керек балалар. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, қазір блокпен жұмыс жасайтын боламыз. Берілген суреттердегі табиғат денелерінен қандай жақсы қасиеттерді үйренуге болатынын жазатын. Шығамыз, мақұл ма? Бірге істейміз. Ояқтап жазу емес пе? Балалар, тапсырманы орындап болса, тақтаға шығып қорғайық. Әр топтан бір оқушыдан, көктем тобынан келе ғой. Жас тобынан келе ғой. Шығып, бір-бірден айтайық. Көктем тобы бастай ғой. Сіздерде құмырсқа мен тал берілген. Құмырсқаның жақсы қасиеттерін айта қойшы. Айта ол. Құрымысқа еңбекқор, тағы да ол күші көп. Бір құрымысқа 100 құрымысқаны көтере алады. Енді жазда көлеңке береді
тобы? Раушан, хош иісті ауа, әсемдік, қарлығаш, киелі, жанашыр, адамның досы. Отыра ғой, жарайсыңдар қыз тобы. Көйлек көк аспанда самғайды, құстардың патшасы, алтын болса жарық береді, шуын береді, күш береді. Жарайсыңдар, отыра ғой. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы керемет орындап шықтыңдар. Қазір көктем әнін орындайтын боламыз. Көктем келді. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабаққа белсене қатысқандар үшін сендерге алғысымды білдіремін. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Иә! Жарайсыңдар балалар, табиғатымызға біз қолымыздан келгенше бар жақсылығымызды аялап, мейірімділік көрсетіп, қамқорлық көрсетіп, оны қорғап, аялап жүрміз.